сәлеметсіздер ме YouTube сүйер көрермендер. Біз бүгін каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазушы жүрек телехикаясында Исмет рөлімен танылған актер туралы мағлұмат беретін боламын. Уғур Узунел 1988 жылы 12 қарашада Түркияның Измир қаласында дүниеге келген. Уғур Узунел дарынды түрік театр және кино актері. Жастайынан актер болуды ұйғарған Узунел университеттегі қалауын осы бағытта пайдаланып актерлік шеберлікке қол жеткізеді. Докузюл университетінің бейнелеу өнері факультетінің сахналық өнер факультеттерінде өнерді оқыды. Алғашқы телевизиялық тәжірибесін Жаңа Рим әлемі телехикаясында көрсетті. Сол жылы актер қолжазба телехикаясына түсіп, Хамид рөлін сомдады. 2015 жылы актер құрмет ісі команда ауданды сүйгені үшін атты 3 жобаға қатысты. Ал 2016 жылы ол 2 телехикаяда ойнады. Бірінші жазушы жүректегі Исмет рөлі болса, екінші екеуміздің орнына телехикаясы. 2019 жылы Уғур Сахина телехикаясында Болпас Шенердің рөлін сомдады. Сол жылы Уғур шоу үшін махаббат телехикаясында басты рөлдердің бірі Ерғұттың рөлін сомдады. Ерғұт Айша мен Ризаның ағасы. Уғурмен бірге Чаглар Эртурул, Бурджу Озберг, Танер Румели ойнады. Ал жеке өміріне келетін болсақ, әлі үйленбеген, бойдақ.